Достар, біз қазір 1 жастан жоғары 2 жасқа дейін киетін осындай жеңіл, жаз кезінде, көктем кезінде жеңіл кофталардың сыртынан киіп кететін бір жеңіл кофта тоқитын боламыз, жемпір тоқитын боламыз. Мен қазір үлгісін тоқып алдым, өйткені маған өлшемі қанша ілмектерді ілуіміз керек болады. Сол үшін ең бірінші біз осылай жаңағы образец дейміз ғой, үлгі тоқып алуымыз керек. Мен уже тоқып алдым. Оны біз өлшейміз. Мен 10 сантиметрді алып қарадым. Менде басынан бастап 10 сантиметрге дейін менде қанша петля бар екенін санап көргенімде, менде 22 петля бар екен. 10 сантиметрде 22 петля шықты. Мен бұны 3,5 сыммен тоқыдым. Қандай сыммен тоқисыздар, үлгіні жемпірді де сол сыммен тоқу керек боламыз. Өйткені бізге сымның өзі жаңағы образец тоққан кезде өзгеріп кетеді. Егер сіздер жіңішке сыммен тоқитын болсаңыздар, мынау басқаша болып шығады уже. Сондықтан да үлгі мен жемпірді бір сыммен тоқуларыңыз керек. Сонымен бізге не керек болады? Сым керек болады. Мен осы 3,5 сыммен тоқимын және 2 номерлік сыммен резинкасын тоқитын боламын. Манжеттерін осы 2-лік сыммен тоқимын. Одан кейін бізге керек болады қайшы, содан кейін маркерлер керек болады. Және ең бастысы жіп керек болады. Мен қазір алдым. Қазір сіздерге айтам. Alize Cotton Gold. Осы жіп. Менде қазір қолымдағы 100 грамда 330 метр. 50% акрил, 55% хлопок, 45% акрил құрамы. 2,5-3,5-нан 5-ке дейінгі сымдармен тоқуларыңызға болады деп жазылып қойған. Түсі осындай ақ түс. Сонымен ары қарай бастаймыз. Біз үлгіні тоқып алдық. Үлгімізді тоқып мен есептеп барлығын көрдім. Мұны енді қараңыздар. Менде охват шей, мойынның ұзындығын мен қазір үлгіні алайын. Міне үлгінің мойынды өлшейміз мына жерді. Қанша болып тұр? Тығыз қылып өлшемейміз, бос қылып өлшейміз. Жемпір қалай тұру керек, солай бос қылып өлшеп аласыздар. Баланың өлшемін мен өлшеп алдым. 32 сантиметр маған керек болды. Яғни қазір есептейміз, міне 10 сантиметрде менде 22 петля шықты. Ары қарай 1 сантиметрде менде 2,2 сантиметр петля бар екен 1 сантиметрде. Енді ары қарай қалай есептейміз? Менің жағдайымда 32. Мойын өлшемі 32. Енді осыны көбейтеміз. Мынау 2,2-ге көбейткен кезде менде 70 шықты. Осы 70-ге 2 кромочныйды қосамыз. Біз оңға солға отырып тоқимыз ғой, айналдырып тоқымайтын болғандықтан бізде 2 кромочный міндетті түрде жүреді. 70-ге 2-ні қосамыз, 72 петля. Мен қазір теріп ары қарай жұмысымызды бастауымыз керек болады. Сіздер де дәл осылай есептейсіздер. Үлгіні тоқып аласыздар. Қанша 10 сантиметрде сізде қанша петля бар, соны жазасыз. Сосын 1 сантиметрде сізде қанша петля мына бөлесіздер ғой мынаны. 2,2 менде шықты. Енді осы охват шей жаңағы мойын өлшемін осы мына 1 сантиметрге бөлгенде сіздерде қанша петля шығып тұр, осыны мынаған көбейтесіздер. Оған қосасыздар 2 кромочныйды міндетті түрде. Сол кезде сіздердің қазір алатын петляларыңыздың саны шығатын болады. Мен ары қарай осы 72 петляны теретін боламын. Ең бірінші мен осы 2 мен бастаймын. Резинкасынан бастайтын болғандықтан. Біз қанша петля бар теріп алатынымызды білдік. Ең оңай способпен мен қазір петляларды алатын боламын. Маған мынандай ұзын сым керек болады. Міне осындай нәски тоқуға арналған. Өйткені мынаны қазір былай отырып алатын болсақ, бізге ыңғайсыз болады. Сол үшін де мен осылай алатын боламын. Ары қарай примерно осындай үлкендеу жіп алып қалдым. Жететін шығар деп ойлаймын. Ары қарай бастаймыз.
менде ілмектерді қалай ілу керек екенін менде бар каналымда сабақ, содан қарап алсаңыздар болады. Ең оңай жолымен қазір ілмектерді іліп бастаймыз. 2, 3, 4, 5. Міне мен 72 петля тоқып алдым. Мынау ұзын сымымды алып тастаймын. Болды, маған ол керек емес. Енді біз осы ілмектерді, петляларымызды іліп алғаннан кейін, менде мына артық алып қойыппын. Оны қазір осынша қалдырып, қырқып тастай салайын, маған кедергі келтіреді. Енді ары қарай тоқимыз. Ең бірінші біз бірінші рядта біз солға тоқып аламыз барлық ілмектерді. Осы рядтың барлығын солға тоқып аламыз. Міне мен солға тоқып алдым бірінші рядты. Енді екінші рядтан бастап бір оң бір теріс резинкамен тоқитын боламыз. Біз бір рядты тоқып алдық. Енді ары қарай бірінші кромочный оны тоқымаймыз, іліп аламыз. Екінші ілмектен бастап бір оң бір теріс тоқимыз. Бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс. Осылай, осы ряд біткенге дейін бір оң бір теріспен тоқисыздар. Осылай соңына дейін бір оң бір теріспен тоқып шығыңыздар. Міне екінші рядты тоқып алдым, бір оң бір теріспен. Енді біз де үшінші рядты тоқиын деп жатырмыз. Үшінші рядта дәл солай узор бойынша бір оң бір теріспен тоқимыз. Ой, шығып кетті. Бірінші ілмек кромочный оны тоқымайсыздар, іліп аласыздар. Бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс. Осылай, осы ряд біткенге дейін бір оң бір теріспен тоқисыздар. Соңғы ілмекті кромочный ол теріс тоқылады, оны шатасып кетпеңіздер. Ең бірінші ілмек тоқылмайды, оны іліп аламыз. Соңғы ілмекті міндетті түрде солға тоқимыз. Ол кромочный болып есептелінеді. Ал қалған ілмектің барлығын узор бойынша тоқисыздар. Сізде узор бойынша оң ілмекті оң, теріс ілмекке теріс қылып тоқисыздар. Міне, осылай соңына дейін тоқисыздар. Кері айналдырып қайтадан осыны қайталайсыздар. Бір сантиметр, уже мынау 1 сантиметр болды. Бізде где-то 1,5 сантиметрдей тоқып шығасыздар мойнына. Өздеріңіз ары қарай тоқыңыздар. Міне мен 1,5 сантиметр тоқып алдым. Қараңыздар. Ровно 1,5 сантиметр болды. Енді біз ары қарай реглан сызықтарын тоқитын боламыз. Ол үшін біз қайтадан мынаны ашамыз. Мен уже сызып барлығын есептеп қойдым. Қазір сіздерге қалай істейтінін көрсетемін, есептейтінін. Енді бізде мына кромочныйды қосқанда 72 ілмекпен қазір біз тоқып шықтық бірде бір резинкасын. Бізде басында 70 петля болды. Осы 70-ті есептейміз. 2 петля кромочныйды қазір есептемейміз, мына жерге қоспаймыз. 70-тен мен 8-ді алып тастадым. Ол 8 дегеніміз, біз мына реглан сызықтарына мен 2 петлядан 8 бердім. Мына жерде 2, 8, осы 70-тен 8 петляны алып тастаймын. Сол кезде менде 62 петля қалады. Енді осы 62 петляны үшке бөлеміз. Арты, мына рукавасы
2 болып есептелінеді, рукавасы 1. Мынау арты 1, рукавасы 2 және алды 3. Біз 3-ке бөлеміз. 62-ні 3-ке бөлген кезде 21, 21, 20 болып шықты менде. Енді ары қарай қалай есептейміз? Бізде егер 20, мысалы қол 20, 10-10-нан беретін болсақ, рукавасына ол бізде үлкен болып кетеді. Сол үшін мен бұл 20-дан 4 петляны мен мына жаққа қосамын. Сонда бізде 16 петля қалады. Енді бізде мына жерде 4 петля мына жаққа қосқанда 25 петля 2-ге бөлінбейді алдына. Бізде алдына түйме тұрады, осылай тұратын болғандықтан бізде артына қарағанда алдының саны көптеу болу керек петлясы. Енді бұл жерде 1 петляны мен мына жаққа беремін артына. Сонда бізде арқасы 22 петля мен арқасына бердім. Мына 16 петля 2-ге бөлген кезде 8-8-ден рукавасына жібердім. Енді қалған мына жақта 24 петля, мына жақтан 4 петля келген кезде бізге мына жерде 24 петля болады. 1 петля мына жаққа кетеді. Бұл 24 петляны біз мына алдына жібереміз. 12 петлядан 2-ге бөліп алдына жібереміз. Ортасында 2 кромочный, ол соңында тоқылады. Ары қарай бізде 12 петля алдына кетті, 2 петля. Мен оны қазір сіздерге көрсетейін, мен уже дайындап қойдым. Міне. Бізде мынау регланный линия, осыны қазір осы бойынша тоқитын боламыз. Мен уже маркермен белгілеп қойдым. Бізде мына 2 алды. Бізде бұлай тұру керек, е? Қазір түйме салынатын жер тоқимыз. Міне осылай тұру керек. Осылай бізде үлкейіп регланный сызықтарын тоқитын боламыз. Алды менде 12, міне 12. Біреуі кромочный, ол есептелінбейді. Ары қарай мына жерде 12 петля. Кромочныймен қосқанда 13 петля болу керек мына жерде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Менде алды 13 болды кромочныйды қосқанда. Енді мына маркердің ортасында 2 петля тұр. Бұл бізде реглан сызықтарына арналған 2 петля. Одан кейін 8 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл рукава. Ары қарай мынау ортасындағы 2 петля, ол реглан сызықтарына кететін 2 петля. Одан кейін арқасы бізде 22 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Бізде бұл арқасы. Ары қарай 2 петля, ол реглан сызықтарына кетеді. Рукава, мына 8. Одан кейін маркердің ортасындағына 2 реглан сызықтарына кетеді. Одан кейін кромочныймен қосқан кезде 13 петля алдына кетеді. Осылай маркерімізбен осылай белгілеп аламыз. Мүмкін болса түрлі түсті болғаны жақсы, өздеріңіз шатаспайсыздар. Осыны ары қарай қазір тоқимыз. Қазір қалай тоқиды керек екенін көрсететін боламын. Міне бізде резинкамыз 2-лік номермен тоқыған болатынмын. Енді мен жемпірдің өзін 3,5 сыммен тоқитын болғандықтан мен қазір осымен тоқып бастайтын боламын. Мына былай аламыз. Қараңыздар. Бізде мына жерде бірде-бір резинка болды ғой. Енді біз ары қарай түйме салынатын жерде 4 ілмектен, мына алдына мына жерге 4 ілмек, мына жерге 4 ілмекті платошный вязка, платошный узормен тоқитын боламыз. Қазір көрсетем қалай екен. Өйткені бізде ол жерде түйме тұрады. Сондықтан да әдемі болып тұру керек. Бірінші кромочный іліп аламыз. Ары қарай 4 ілмек 10-ға тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Бізде бұл 10 ряд, барлығы да 10-ға тоқылады, бірақ бұл 4 рядты біз оңында да сол жағын тоқыған кезде де тек қана 10-ға тоқитын боламыз. Осы 4 ілмекті. Бірінші кромочный ол есептелінбейді. Кромочныйдан кейінгі 4 ілмек бізде оңында да солында да тек қана 10-ға тоқисыздар. Платочный узор бізде түсу керек. Ары қарай кеттік. 10-ға тоқып шығамыз. Маркерге дейін. Маркерге дейін тоқыдым. Енді біз мына жерден 2 ілмектің ортасындағы мына бір жіпті аламыз.
оны осылай тастаймыз. Мына көрдіңіз ба? Содан кейін артынан келіп оңға тоқимыз. Маркерді ілеміз. Мына екі ілмекті солға тоқимыз. Реглан сызықтары бізде солға тоқылады, әдемі болып шығу үшін. Ары қарай мына маркерді тастаймыз. Маркерден кейінгі мына іліп аламыз да, оны осылай тастаймыз. Сөйтеміз де мына жағынан келіп, осылай аламыз. Оңға тоқимыз. Ары қарай рукавасы барлығын оңға тоқисыздар. Узор бойынша тоқып қойып жүрмеңіздер. Бірінші рядта барлығын оңға тоқисыздар. Ары қарай ортасындағы мына жерден тартып аламыз. Осы күйінде мына жаққа ілеміз. Арт жағынан әкеліп оңға тоқимыз. Яғни бізде мынада X болып шығу керек. Сол кезде бізде қосылған жерде ашылып қалмайды. Маркерді мында тастаймыз. Реглан сызықтарын солға тоқимыз екеуін. Маркерді мында тастаймыз. Ары қарай мына екі ілмектің ортасындағы мына бір жіпті алып осылай тастаймыз. Ары қарай спинкасы арқасын тоқып шығамыз оңға. Арқасын тоқыдық. Енді мына жерден тағы да жаңадай қосамыз. Мұқият қарасаңыздар, өз түсінесіздер. Тоқтатып қойып, айналдырып қайтып қараңыздар.
мына соңында тоже оңға тоқимыз барлығын. Соңғы ілмекті кромочныйды солға тоқисыздар. Тоқып болдық. Біз бірінші рядты тоқыдық, реглан сызықтарын. Біз енді мына сымды алып тастаймыз. Бұл бізге керек емес. Ары қарай сол жақ екінші рядты тоқып жатырмыз. Бірінші реглан, кромочныйды іліп аламыз. Бізде айттым ғой, мына жағынан 4 ілмек, мына жерден 4 ілмек. Бізде платочный узормен тоқылу керек. Сол үшін мынау кромочный тоқимыз. Біреу, одан кейінгі 4 ілмекті оңға тоқимыз. 4 ілмек тоқыдым, біреу кромочный, 4-еуі узор. Міне, осы 4 узор тоқып алдық. Міне, енді ары қарай тек қана солға тоқимыз. Узор бойынша тоқисыздар ғой. Енді біз мына реглан сызықтарын біз солға тоқыдық қой, оң жағында. Енді біз мына сол жақ бетінде оңға тоқимыз. Қалған солға тоқимыз. Реглан сызықтарына келген кезде оңға тоқимыз. Ары қарай солға. Осылай соңына дейін тоқисыздар. Мына жерде реглан сызықтарына келген кезде оңға тоқуды ұмытпаңыздар. Және соңына келген кезде мына 1 ілмек кромочный, 4 ілмекті, 5 ілмек қалған кезде сіздер 4 ілмекті оңға тоқисыздар, соңғы ілмекті солға тоқисыздар. Мен сол жағын тоқып алдым, енді оң жағын тоқимыз. Үшінші ряд, яғни тоқып жатырмыз реглан сызықтарын. Ары қарай бірінші кромочный іліп аламыз. Оңға 4 ілмек оңға тоқылады. Бізде алдындағы 4 және соңындағы 4 ілмек узор, платочный вязкамен, узормен тоқылатын болады. Ары қарай да оңға тоқимыз. Маркерге дейін. Бізде уже ілмектеріміздің саны көбейіп жатыр. Енді осы жерде қосатын боламыз. Мұны. Қазір бізде оң жағын тоқып жатырмыз. Оң жағын осылай соңына дейін тоқып болғаннан кейін біз мына жаққа келген кезде қазір түймен салатын боламыз. Енді бізде қыз баланыкін тоқып жатқандықтан бізде осылай келіп тұру керек. Түйме бізде мынау сол жағына салынады. Сондықтан да бізде мынау осылай қарап тұрған кезде бізде мына сол жағымыздан қазір түйменің тесігін салатын боламыз. Сол үшін осы оң жағына тоққан кезде үшінші рядта соңына дейін келіп тоқимыз. Мына жақтан 6 ілмек қалған кезде қазір бірге тоқитын боламыз. Ары қарай мына жақты өздеріңіз тоқыңыздар. Мына жерде 2 маркердің алдында және артында петляларды қосуды ұмытып кетпеңіздер, және мынау реглан сызықтарын солға тоқуды ұмытпаңыздар. Міне менде 6 петля қалды. Кромочныймен қосқанда 6 петля қалып тұр. Енді біз қалай жаңағы түймеге тесікті жасайтын боламыз, қараңыздар. Мына 2 ілмекті қысқартамыз. Қазір мына жерде бізде былай қарап тұру, бізде былайынан қарап тұру керек. Сол үшін бізде былай тұрған ілмекті мен былай қарай орнын ауыстырамын. Сөйтемде осы 2 ілмекті арт жағынан әкеліп, міне арт жағынан әкеліп оңға қысқартамын. Міне оңға қысқартылды. Енді
одан кейін 2 ілмек осы жерден былай қосамыз. 1, 2, осылай 2 ілмекті қостық. Ары қарай біз мына 2 ілмекті қысқартуымыз керек. Бұны біз қазір мына тұрған ілмектердің орнын ауыстырамыз. Бізде бұл ілмектеріміз былай қарай жатып тұру керек. Бізде былай қарай жатып тұрды ғой, енді мына жағы былай қарай жатып тұру керек. Енді біз мұнардың орнын дұрыстаймыз. 1, 2, мына жағынан әкеліп іліп аламыз да, қайтадан осы 2 ілмекті сымға барып, оңға, мына осылай аламыз енді ілмектерімізді. Сөйтіп қысқартамыз. Міне қысқартылды. Енді мынаны оңға тоқимыз. 1 ілмек, одан кейін кромочный солға тоқимыз. Мына бізде қазір түйменің тесігі қазір көрініп тұрған жоқ. 1-2 рядтан кейін қазір көрінетін болады. Енді біз бұл рядымызды бітірдік. Келесі рядқа көшеміз. Келесі рядта тура жаңағыдай алдында екінші рядты біз тоқыдық қой. Солға қарай тоқыдық. Мына жерде басында 2-4 кромочный тоқимыз. 4 петляны узормен тоқуды ұмытып кетпейсіздер. Тек қана оңға тоқисыздар, арғай солға тоқып келесіздер де, мынау 2 реглан сызығын оңға тоқисыздар, солға 2 реглан сызығын оңға тоқисыз, солға осылай соңына келген кезде 4 ілмекті узор бойынша тоқисыздар. Дәл осылай соңына дейін тоқып, келесі рядқа көшкен кезде, келесі рядты да дәл солай тоқитын боласыздар. Яғни оңға тоқисыздар, одан кейін мына 2 маркерден кейін арасына жаңағыдай 2 ілмекті алдында және соңында 2 ілмек қосуды ұмытпайсыздар, және линия сызығын теріске тоқисыздар. Дәл осылай солға келген кезде тек қана узор бойынша тоқисыздар, оң жағында ғана қосатын боласыздар. 2 рядта 1 рет қосасыздар. Солай 15-18 сантиметрге дейін реглан сызықтарын өздеріңіз тоқисыздар. Ал түймені өздеріңіз қарайсыздар. Сіздерге 4 түйме салына ма, 3 түйме саласыздар ма, или 5 түйме саласыздар ма, соған қарай аралығын өздеріңіз көз жобамен есептеп аласыздар. Ол маңызды емес, ол өздеріңіздің түймені қандай аралықта салатындарыңыз. Жиі қып саласыздар ма, или арасына кішкене көбірек қып саласыздар ма, соны өздеріңіз қарайсыздар. Солай түйме салуды да ұмытпайсыздар тоқып жатқан кезде. Ары қарай реглан сызықтарын толығымен тоқып болайық, сол кезде кездесетін боламыз. Міне мен регланды тоқып болдым. Менде регланда қазір қараймыз. Мынау резинкадан кейін реглан сызықтарын бастағаннан бастап қоямыз. Менде 13 сантиметр болды. 13 сантиметр. Сіздер енді қарайсыздар, баланың иық өлшемін өлшеп алып, сол арқылы тоқсаңыздар да болады. Маған қазір керегі 13 сантиметр болды. Осы жеткілікті. Менде мына толық жай нете алмай тұрмын, өйткені менде 80 сантиметрлік спица болғандықтан мына толық жайылып көрсете алмай тұрмын. Міне, бұлай болып тұру керек. Осылай болып тұрады. Біз енді қолын бөлек жіпке іліп алып, біз алдын және артын біріктіріп тоқуымыз керек. Оған дейін біз қазір росток тоқимыз. Росток деген не деп жаңадан тоқитын қыз келіншектер сұрап жатқан болсаңыздар, сіздерге айтайын. Росток, егер біз росток тоқымайтын болсақ, бізде мына жерде кез келген киімді киген кезде бізде арты алды осылай ашылып тұру керек, осылай болып тұру керек. Ал егер біз росток тоқымасақ, бізде онда барлығы бірдей, алды да арты да бірдей болып тұрады осылай. Бұл бізде дұрыс емес. Келген кезде ол әдемі көрінбей қалады. Сол үшін де міндетті түрде артына, арқасына, яғни спинкасына росток тоқуымыз керек. Сол кезде бізде арқасы осылай көтеріліп тұрады да, алды осылай алды екені көрініп, келген кезде де әдемі көрінетін болады. Біз ростокты қазір мынау арқасына, мына жаққа жасайтын боламыз. Енді қазір бізде оң бетіне келіп тұрмын мен. Бұлай келіп тұрмыз. Қайтадан
дұрыстайды. Міне бізде оң беті, мынау. Біз қазір мынау нені тоқып аламыз, алдының бір бөлігін тоқып аламыз оңға. Міне, қараңыздар, мен алдын тоқып алдым. Бізде мына екі маркер қалды. Маркердің ортасында реглан сызығына тоқыған екі ілмегіміз тұр. Енді осы екі ілмектің біреуін мынау алдына жіберемін, екіншісін қолына жіберемін. Енді қараңыздар, мынау маркер бізді болды, керек емес, оны алып тастаймыз. Сөйтемізде мына бір ілмекті мен осы алдына қосып жіберемін, оңға тоқимын. Міне болды, бізде мына жерде бір ілмек қалды. Оны біз қазір қолына қосамыз. Ары қарай мен тоқымаймын, мына жіпті осылай қалдырамын. Сөйтемін де, мен басқа түсті жіп аламыз осылай. Инеге мен мынандай осы ұшы үшкір емес, тесігі үлкен, мен үнемі айтып жүремін, осындай ине алып алыңыздар деп. Осындай инеге мен жібімді қыстырып алдым. Енді осы тұрған қолын мына тұрған бір ілмекті қосып, одан кейін мына жерге дейін, мына маркерге дейін келесіздер. Маркердің ден кейінгі бір ілмекті осы қолға қосасыздар. Маркерден кейін мына екінші ілмекті мына жаққа арқасына қосып жібереміз. Осылай қазір іліп аламыз. Бір ілмекті ілдім, маркер болды, бізге керек емес. Ары қарай барлық осы петлялардың барлығын басқа жіпке іліп аламыз. Мұны мен іліп алдым. Мына маркерді алып тастаймыз. Маркерден кейінгі бір ілмекті осы қолына қосамыз. Бір ілмекке тимейміз. Бұл қалай тұрады қазір? Міне, біз қолын бөлек жіпке іліп алдым. Енді біз бұны ең соңында кеудесін тоқып болғаннан кейін тоқимыз. Бұл шығып кетпейтіндей етіп байлап қойсаңыздар болады. Болды, бұл қол қалады, бізге енді кеудесін тоқу керек болады. Болды, бір қолын бітірдім. Мен енді қазір мынау арқасын тоқитын боламыз. Қазір расток тоқимыз. Енді мына сымымызды аламыз. Осы сыммен ары қарай тоқимыз. Бізде мына жерде жіп, мына жерде қалды. Алдын тоқып келдік. Мына қолын алатын кезде мына жіп қалды. Негізгі біздің рабочий жібіміз осы. Міне мынау. Біз бұған тиіспейміз, мынаны қырқпайсыздар. Осы күйінде осыны қалдырып қоясыздар. Ол бізге қазір керек болады. Растокты уже біз басқа жіппен тоқимыз. Менде мұнда кішкене жіпім қалған алдында бір тоқығаннан. Осыдан тоқимын. Басқа жіпті аласыздар, яғни сіздер осы түстегі басқа жіпті. Енді мына жіпіміз, мына қараңыздар, мынау қалды. Біз енді мынау арқасын тоқып бастаймыз. Мына тұрған бір ілмек қалды. Маркердің алдында мына бір ілмек тұр. Осыны қосып жібереміз. Оңға тоқимыз. Одан кейін маркерді алып тастаймыз. Болды, бізге бұл уже керек емес. Ары қарай соңына дейін оңға тоқисыздар. Басқа жіппен тоқып жатырмыз. Осылай соңына дейін, мына жерге дейін, яғни маркерден кейін бір ілмекті аласыздар. Осыған дейін өздеріңіз ары қарай оңға тоқып шығасыздар. Міне мен мына арқасын тоқыдым. Енді бізде мына реглан сызықтарындағы екі ілмек тұр. Мұнда маркерді алып тастаймыз. Сөйтемізде мына бір ілмекті арқасына қосамын. Болды. Мына жағын қазір мынаны қоя тұрамыз пока. Сөйтемізде тағы да бір осындай басқа түстегі жіпімізбен алып, мына қолын, жаңағы бірінші қолын қалай алдық, солай мына реглан сызықтарындағы бір сызықты қосып, барлығын алып шығамыз. Басқа
мына жіпке іліп шығамыз. Маркер уже бізге керек емес. Жаңа бірінші қолды қалай алдыңыздар? Соңына дейін, мына жерге дейін өздеріңіз алыңыздар. Яғни мына маркердің ішіндегі мына бір ілмекті қосып аласыздар. Міне мен қолын іліп алдым. Міне осылай. Енді біз кері қарай айналдырамыз. Мына жақты пока тимейміз. Росток тоқып алғанға дейін. Енді кері айналдырамыз. Сөйтеміз де мына отырған жаңағы спинкасын тағы да бір рет тоқып аламыз. Соңына дейін теріске тоқимыз. Теріс бетіне қарап тұрған кезде теріс тоқимыз. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Ары қарай узор бойынша теріс тоқып шығасыздар. Соңына дейін өздеріңіз мына жерге дейін тоқыңыздар. Міне мен екінші рет тоқыдым. Теріске енді қайтадан айналдырамыз. Сөйтеміз де дәл жаңағыдай соңына дейін оңға тоқимыз, кері айналдырып солға тоқимыз. Сонымен 4 рет бізде росток тоқылады. Дәл осылай қазір сіздер ары қарай көрсетпей ақ қояйын. Дәл жаңағыдай тағы да бір рет оңға, бір рет солға тоқисыздар. Сонымен аяқтаймыз. Қазір біз 2 ретті тоқыдық. Қазір 2 рет өздеріңіз тоқисыздар. 1 рет оңға, екінші рет солға. Осылай общий бізде росток 4 рет росток тоқимыз. Сонымен ростокты тоқып болғаннан кейін қазір бірге тоқимыз. Міне мен тоқып алдым. Общий 4 рет росток тоқылды. Бізде қазір ростоктың несін қазір өлшейін линейкамен. 2 сантиметрде росток тоқылды. Ары қарай біз енді кеудесін тоқитын боламыз. Мынау росток тоққан мына жібімізді болды бізге керек емес, оны қырқып тастаймыз. Мына жерден алып. Болды бізге керек емес бұл. Енді біз жаңағы мен айттым ғой, мына жақта біздің негізгі рабочий жібімізді қырқып алып тастаған жоқ еді, қалдырып қойған едік қой. Міне осыны жіппен ары қарай тоқитын боламыз. Енді біз алдының бір жағын тоқыдық, енді біз оны арқамен біріктіретін боламыз. Спинкасымен біріктіреміз. Енді мына жерде бізде қолтығы тұрады, қолтық тұратын жерге қазір 2 ілмек қосамыз өзіміз. 1, 2. Осылай 2 ілмек қосып аламыз да, ары қарай барлығын оңға тоқисыздар. Мына бұлай шығып кеткені, оны жаңа біздің қырқып алған жібіміз. Оны бұлай бір-біріне, мына 2 кішкентай қысқа жіпті бір-біріне байлап қоя салыңыздар. Соңында бітіріп болғаннан кейін, барлығын тоқып болғаннан кейін, ол жіптерді жасыратын боламыз. Болды. Болды. Ары қарай оңға толық арқасын тоқып шығыңыздар. Өздеріңіз мына жеріне дейін тоқыңыздар, ары қарай не істейтіндеріңізді айтатын боламын. Міне мен арқасын тоқып болдым. Енді мынау алдыңғы бөлікке біріктіретін боламыз. Ол үшін жаңа біз қолтығына 2 ілмек іліп алдық қой, мына біріншісінде. Енді екінші қолтығында да дәл солай 2 ілмек іліп аламыз осылай. 1, 2 ілмек іліп аламыз. Ары қарай оңға барлығын, уже маркер бізге керек емес, алып тастаймыз. Соңына дейін тоқимыз. Узор тоқуды ұмытпайсыздар. Және түймесін қанша аралықта тоқыдыңыз, түймені ұмытпаңыздар. Маған әлі ерте, мен әлі тоқимын. Егер сіздерде осы жерде түйменің уақытысы келсе, түймеге тесік салатын, түймеге тесікті ұмытпаңыздар. Соңғы ілмекті міндетті түрде теріске тоқимыз, кромочныйды. Міне бізде болды. Қолын алып тастадық. Міне росток тоқылды.
Міне қараңыздар. Осылай кеудесін ары қарай тоқитын боламыз. Қазір теріс тоқып шығасыздар, одан кейін оң теріске тоқып сіздер керек ұзындыққа дейін тоқитын боласыздар. Мен қазір қанша ұзындыққа тоқыдым, тоқып болғаннан кейін сіздерге көрсететін боламын. Барлығы бірдей, оң бетінде оңға, сол бетіне келгенде солға ұзындық, керекті ұзындыққа дейін өздеріңіз тоқыңыздар. Міне мен кеудесін тоқып болдым. Менде мынау резинкасынан, кейін мына регланнан бастап өлшеген кезде менде 23,5, даже 24 сантиметр болып тұр. Кеудесінің ұзындығы 24 сантиметр тоқыдым. Енді ары қарай біз резинкасын тоқимыз. Резинкасына где-то 3 сантиметр, 2 сантиметр или 3 сантиметр. Резинкасын үлкен қылам десеңіздер 5 сантиметрге дейін өздеріңіз қалауларыңызша тоқуларыңызға болады. Ал резинкасын қалай тоқимыз? Мен басында мынау мойын тоққан кезде мен екі номерлі спицамен тоққан болатынмын. Сіздер қандай резинканы тоқыдыңыздар? Негізі кішкентай болғаны дұрыс, негізгі спицадан. Сондықтан да сол кішкентай жіпті аласыздар, сымды аласыздар. Қазір сол резинкасын бастаймыз. Бізде қазір оң жағынан келіп тоқып жатырмыз. Міне екілік номерлі сымымды алдым. Осымен резинкасын тоқимыз. Бірінші кромочныйды іліп аламыз. Ары қарай бір оң, бір теріс. Осылай біз ары қарай бір оң, бір теріспен тоқимыз. Енді менде қазір мұнда 131 петля болып тұр. Енді 131 петлядан мен әр 10 петлядан кейін мен қысқартып отырамын, өйткені резинкасын тоққан кезде кішкене кішіреп тұрғаны әдемі көрінеді. Сондықтан да бір 10 петляны, 10 емес 13 петлядай менде қысқартылуы керек. Сонымен есептегенім бойынша менде сол 10 петлядан кейін қысқарту керек болып отыр. Міне 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Менде міне 10 петля. Бір оң, бір теріс тоқыдым. Ары қарай менде 11-ші петляны теріс тоқим. Мына 2 петляны қысқарттым да, теріс петлямен қысқарттым. Ары қарай бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс. Осылай 10 петля нетіп аламыз. 5 тоқыдым. 6, 7, 8, 9. Тоғыз, 10. Міне 10 петля тоқып алдым. Ары қарай мына 2 петляны қысқартамын. Міне осылай 11-ші петляға келгенде мен әр 11-ші петляда қысқартып отырып, 13 петляны қысқартып тастаймын. Сөйтіп ары қарай бір оң, бір теріспен тоқи беретін боламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді мына петляларымыздың орнын ауыстырамыз. Әдемі көрінбей тұру үшін мына 11-ші петляны қысқарттым. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ары қарай осылай әр 11-ші петляда сіздер қысқартып отырасыздар. Барлығын соңына дейін бір оң, бір теріспен тоқисыздар. Тек соңына келген кезде кромочный. Мына жерде біз узорды тоқыдық қой. Ол узорды да
бір оң бір теріспен тоқып жібересіздер. Тек қана соңында ғана теріс тоқисыздар. Ары қарай кері бетке айналдырған кезде дәл узор бойынша бір оң бір теріспен тоқисыздар. Сол 3 сантиметр 5 сантиметр енді өзіңіз қарайсыз. Егер резинкасы үлкен болып тұрсын десеңіз 5 сантиметрге дейін тоқуыңызға болады. Кішілеу болып тұрсын десеңіз осы средний осы 3 сантиметрге дейін өздеріңіз ары қарай резинкасын соңына дейін тоқисыздар. Міне мен резинкасын тоқып алдым. Міне уже жиырылып, уже әдемі көрінді. Мынау кішкентай сыммен тоққан кезде еще біз тағы да қысқарттық. Сол кезде уже жиырылып, әдемі болып тұр. Мына жерде енді сыммен болғаннан кейін көрінбей тұр. Қазір енді біз петляларымызды аяқтайтын боламыз. Оған дейін қазір өлшеп көрсетейін. Мына ровно менде 3 сантиметр болды. Мына 3 сантиметр жалпы жеткілікті средний болады. Егер сіздер резинкасы ұзындау болсын десеңіздер 5 сантиметрге дейін тоқыңыздар, ол өз еркілеріңізде. Ары қарай біз петляларымызды аяқтайтын боламыз. Менде жалпы каналымда бар бір оң бір теріс резинканы қалай аяқтау керек екенін. Қазір мен ссылка тастап кетемін, сол жерден де қарасаңыздар болады, түсінікті болсын десеңіздер. Мына жерде қазір сіздерге көрсем, бірінші кромочныйды іліп аламыз да. Мынау бірінші менде оң тұр. Осы оңды тоқимыз. Сөйтеміз де мынау бірінші тұрған артындағы петляны осы петляның үстінен өткіземіз. Одан кейінгі тұрған теріс петляны теріске тоқимыз. Және алдындағы петляны осы теріс петляның үстінен өткіземіз. Мына. Ары қарай келесі оң петляны оң тоқимыз. И артындағы мына тұрған петляны осы оң петляның үстінен өткіземіз. Осылай. Келесі теріс петля теріс тоқимыз. Артындағы осы петляны осы мына тұрған петляның үстінен өткіземіз. Осылай соңына дейін тоқисыздар. Тағы да көрсем. Ой. Түсінікті ғой, осылай соңғы петля болғанға дейін қысқартасыздар. Сол кезде бізде әдемі болып шығады. Бізде жалпы аяқтаудың неше түрлі нелер бар, жалпы способ дейді ғой. Бірақ мен осылай аяқтағанды жақсы көремін, өйткені әдемі көрініп тұратын болады. Сондықтан да осылай аяқтаңыздар. Не болмаса өзіңізге қалай удобно, солай аяқтасаңыздар болады. Екі петляны осылай қысқартып арқылы жасасаңыздар да болады, бірақ маған ол ұнамайды. Сондықтан да мен өзім осылай аяқтағанды жақсы көремін. Ары қарай соңына дейін өздеріңіз аяқтап болыңыздар. Міне мен тоқып аяқтап болдым. Үтіктеп алдым. Міне аяқ жағы міне осылай болып тұрады. Міне осылай. Бізде енді екі қол қалды. Мен уже түймесін тігіп алдым. Өздер енді біз екі қолын тоқитын боламыз. Мен қазір мына бірінші қолын тоқып сіздерге көрсетемін. Менде қазір 47 не болып тұр. Петля болып тұр. Ары қарай біз қалай тоқимыз? Бізде мына жерінде ашық тұр, осы жерге қазір біз ілмектерді ілетін боламыз. Мынандай бір сым алып аламыз. Сөйтеміз де бізде біз жаңа кеудесін тоққан кезде, алды мен артын қосқан кезде біз мына жерге екі петляны іліп алған болатын бізде қолтығына. Міне ол мына екі петля. Ол біреуі мына жаққа кетеді, екіншісі мына жаққа кетеді.
бұл жерге 2 петля и алдына, алдыңғы жағына біз мына жерден 2 петля ілеміз. Жаңағы біреумен қосқанда 3 петля, алды жағына 3 петля кетеді. Ал біз арт жағында біз росток тоқыдық, росток тоққан кезде кішкене үлкендеу болып тұр арты. Сол үшін біз мынамен қосқан кезде бұл жерде 4 петля қосуымыз керек. Артынан 4 петля, алдынан 3 петляны қазір қосып аламыз. Міне. Оны қалай алсаңыздар да, главный тесік болып қалмайтындай етіп алыңыздар ілмектерді. Міне мен осылай 2 петля алдым, және үшіншісін жаңағы қосқан 2 ілмектің біреуі міне. Осылай алдым, Ары қарай оны мен мына жаққа қосамын. Қазір сразу қосып салайық. Бұл алдына қосылады. Міне алдына қосамын сразу. Алдыңғы бөлігіне кетті. Енді артқы бөлігіне дәл солай 4 ілмек қосамыз. Бірінші жаңағы біздің іліп алған 2 ілмегіміздің біреуі мынау тұр. Екіншісін аламыз мына жерден. Алған кезде тесік болып қалмайтындай етіп, өздеріңіз ыңғайлап алыңыздар, тоқыған кезде тесік болып қалмасын. 2, мына жерде мынаны алам, 3, мына жерде. Менде 4 ілмек, артқы жағына 4 ілмек алдым. Оны артқы жағына жібереміз. Міне болды. Менде өзінде 47 ілмек болды. Қазір 7 ілмекті қостым. Менде 54 ілмек қазір спицамда бар. Ары қарай менде ақ жібім азақ қалыпты. Енді жеткенше тоқимын. Қазір өзімнің алып жүрген магазинге барып едім. Мына ақ жіпім бітіп кетті, заказ беріп қойдым. Ол келгенге дейін енді айдың соңына қарай келеміз дейді. Оға дейін, егер жетпей жатса, көрем басқа түсті жіппен тоқи салам сіздерге көрсету үшін. Жетпей жатса, осымен көрем. Осы ғана жіп қалыпты менде қазір. Сіздерге осымен көрсетемін ары қарай. Бір жағын осылай алып аламыз, тоқуға ыңғайлап. Ары қарай бастаймыз. Бірінші ілмекті тоқимыз. Бізде мына жерде ашық болып қалмас үшін X болатындай етіп өздеріңіз ыңғайлап тоқыңыздар. Менде қазір бұлай болып тұр. Бұны мен қазір аламын да положениесін бұлай қарай өзгертемін. Міне. Содан кейін оны мына жағынан әкеліп бұлай тоқимын. Сол кезде бірінші жіпті осылай тоқимыз. Сол кезде менде X болып тесік болмайды. Қазір көрінбей тұр, бірақ артынан тесік болмайды, X алып қалады. Түсіндіре алдым, Келесі 2 ілмекті қысқартамыз. Мына ілмекпен мына ілмекті екеуін қысқартамыз. Болды. Енді ары қарай оңмен барлығын тоқып шығамыз. Соңғы 2-3 ілмек қалғанға дейін оңға тоқып шығыңыздар. Мына жағына келген кезде, мына бетіне келген кезде 3 ілмек қалғанға дейін оңға тоқыңыздар. Міне менде 3 ілмек соңғысында қалды. Енді мына 2 ілмекті қысқартамыз оңға. Сөйтемізде мына соңғы ілмекті тоқимыз оңға. Мына жерде положениесімен өзгертем. Өйткені арасы ашық болып қалуы мүмкін. Міне болды. Соңғы ілмекті тоқыдым. Енді біз мына жақты біріктіреміз, Енді ары қарай тоқып кетуіміз керек, біріктіріп. Қазір. Ары қарай біз уже осы жерден ары қарай тоқып кетеміз, бұлай. Мына жерде жаңа біз жалғаған жіп болғандықтан ол созылып кетіп тұр. Осы жерде мына жұмыс жіптеріңізді кішкене тартып нетіңіздер, өйткені астында
бізде тоққан кезде тесік пайда болмас үшін мына жұмыс жібін тартыңыздар. Мына жіп енді созылып кетеді, өйткені бізде мына жібіміз салбырап тұр, оны кейіннен жасырып тігіп тастаймыз, сол кезде білінбей қалады. Ең бастысы мына рабочий жіпті тартып тұрып тоқыңыздар осы жерде, бірінші, екінші рядта. Ары қарай барлығын осы рядты, екінші рядты толығымен оңға соңына дейін тоқисыздар. Соңына дейін оңға тоқисыздар. Одан кейін екінші, үшінші ряд, мынау екінші ряд, бұл бірінші рядта біз қысқарттық, екінші рядта толық оңға тоқисыздар. Үшінші рядта тағы да солай толығымен оңға тоқып шығасыздар да, төртінші рядқа келген кезде қысқартатын боламыз. Ары қарай өздеріңіз тоқыңыздар. Төртінші рядта қазір бірге тоқимыз. Міне мен 3 ряд тоқыдым, төртінші рядқа келдім. Төртінші рядта біз қысқартатын боламыз. Бірінші ілмекті тоқимыз. Одан кейінгі екінші және үшінші ілмекті қысқартамыз. Бұл жерде артынан әкеліп жоқ. Мына жіптің положениясын былай қарай өзгертеміз, ілмектердің положениясын. Сөйтеміз де оңға қысқартамыз. Ары қарай соңғы 3 ілмек қалғанға дейін оңға тоқимыз. Ары қарай оңға тоқып, мына жерде соңында 3 ілмек қалғанға дейін тоқыңыздар. Соңғы 3 ілмек қалды. Енді бұны артынан келіп, артынан 2 ілмекті қысқартамыз. Соңғы ілмекті оңға тоқимыз. Болды. Ары қарай 5-ші рядты тоқимыз. 5-ші, 6-шы рядты өзгеріссіз оңға тоқып шығасыздар. 7-ші рядқа келген кезде тура жаңағыдай бірінші ілмекті тоқисыз, екінші мен үшінші ілмекті қысқартасыз. Соңына дейін келіп тоқисыз. 3 ілмек қалған кезде соңғы 2 ілмекті қысқартып, 1 ілмекті оңға тоқисыздар. Солай керекті қол өлшеміне дейін, егер қолыңызда балаңыз жаныңызда болса, соның баланың қолына қарап өлшеп, керекті өлшемге дейін өздеріңіз тоқисыздар. Енді менің қазір жібім жетпей қалайын деп тұр. Жалпы бұл жерде тоқып көрсетудің қажеті жоқ, тура жаңағыдай барлығын қайталайсыздар. Барлығын қайталап отырып тоқисыздар. Біздің қолымыз қазір үлкен болып тұр, кішірейіп келіп, мына жерге келу керек. Сосын манжет тоқимыз, резинкасын тоққан кезде тоже бір 5-6 петляны алып тастайсыздар да, резинка тоқисыздар. Мына жақта сіздер қанша сантиметр тоқыдыңыздар, қолына да сонша сантиметр тоқисыздар. Не болмаса, мысалы мен қазір 3 сантиметр тоқыдым, егер қызымның қолына қайрылып тұрсын, сәл үлкейген кезде кет дейтін болса, мен 6 сантиметр, 7 сантиметр етіп тоқимын. Өйткені менде мына жерде 3 сантиметр қайрылған кезде солай болу керек. Сол үшін мен 6-7 сантиметр қолына манжетке тоқитын боламын. Егер қайырылмай қойсын, осылай тұрсын дейтін болсам, дәл осы аяғында, етегінде қалай тоқыдық, дәл сондай көлемде тоқитын боламыз. Мен 3 сантиметр или 6-7 сантиметр тоқимын. Түсінікті болды деп ойлаймын. Сонымен ары қарай өздеріңіз соңына дейін тоқыңыздар. Енді тоқып болған жұмысымды пока көрсете алмаймын. Жібім келсін, содан кейін аяқтап, содан кейін барып кейінірек салатын боламын, қалай шыққанын. Сонымен өздеріңіз 2 қолын дәл осылай тоқисыздар. Мына қолында дәл осы сияқты тоқып шығасыздар. Мына жерде тек петляларды іліп алуды ұмытпайсыздар. Алдына келгенде мына алдынан 3 петля ілесіздер, артқы жағынан 4 петля ілесіздер де, сол бірінші рядтан бастап уже сіздер қысқартуды бастайсыздар. Бірінші рядта бірінші ілмекті тоқып алып, екінші, үшінші петляны қысқартып тастайсыздар. Соңына дейін келіп тоқисыздар да, мұнда 3 ілмек қалған кезде тоже жаңағыдай соңғы 2 ілмекті қысқартып, соңғы ілмекті оңға тоқисыздар. Одан кейін ары қарай круг бойынша тоқитын боласыздар соңына дейін. Ол жерде де дәл мына жерде қалай қысқарттыңыздар, дәл солай қысқартатын боласыздар. Уже қысқартқан кезде қай рядта қысқартылғаны өзі көрініп тұрады. Мен қазір шамалы тоқиын, содан кейін сіздерге көрсететін боламын қазір. Міне мен тоқыдым. Менде қазір сіздерге көріне ме?
мына қысқартылған жерлер. Бірінші рядта біз 1 рет қысқарттық, одан кейін 1-2 рет, мына 3 рет, 4 және 5 рет. Мен 5 рет қысқарттым. Енді ары қарай уже қысқартпаймын. Өйткені көз мөлшермен енді қарайсыздар. Егер сіздер қол жағы кішкене кеңдеу болып тұрсын десеңіздер, кең қып аз ғана 3 рет, 4 рет қана қысқартсаңыздар болады. Жоқ, жіңішке болсын десеңіздер, тағы да қысқартсаңыздар болады. Оның барлығы өзіңіздің балаңыздың жасына және жіптің қалыңдығына, барлығына өздеріңіз қарайсыздар. Мен енді мына жерде 44 менде петля қалды. Менде бұл нормально болып тұр. Енді мен шамалы ғана тоқимын. Одан кейін манжетін тоққан кезде 4 петляны қысқартып тастаймын. Резинкасын тоққан кезде сөйтемде 40 петлямен резинка тоқитын болам. Бірде-бір резинкамен 3 немесе 6-7 сантиметр етіп манжетін тоқитын боламын. Сіздер де дәл солай жасайсыздар. Енді мен ары қарай тоқып көрсете алмаймын. Менің жібім аз қалыпты. Менің жібім келем дегенше айдың соңы болады. Оған дейін мен сіздерге күттірмей түсіріп қойған видеомды сіздерге көрсете беретін боламын. Сіздер де соңына дейін тоқыңыздар. Сонымен видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Себебі мен барлығын оқитын боламын, жауап беретін боламын. Каналыма ең басты тіркеліп кетіңіздер, өйткені мен алдағы уақытта тағы да көптеген мастер-класстарды сіздерге түсіріп салатын боламын. Сонымен келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.